edX бұқаралық ашық онлайн курстардың провайдері, яғни ақпараттық желі қызметтеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін мамандандырылған компания. Ол бүкіл әлем студенттері үшін көптеген пәндер бойынша университеттік деңгейдің онлайн курстарын, соның ішінде кейбір тегін курстарды ұйымдастырады. Курстар мен бағдарламалардан өту үшін edX компаниясының ресми сайтына тіркелу керек. Ол үшін Google немесе Яндекс іздеу жолына edX деп жазамыз. Сол кезде бізге edX.org деген сайт шығады. Бірден сайтқа өтеміз, немесе Википедиядан толығырақ осы компания жайлы оқып алсақ та болады. Қолданушылары бұл сайттың 2 миллион екен, сентябрьдің 2019 жылы, құрылған 2012 жылы, создатели Массачусетский технологический институт пен Гарвардский университет екен. Основатели де головные организации. Сайтқа басып өтеміз. Сізде бірінші кіргеніңізде бұл жер ағылшын тілінде болады. Себебі сайт ағылшын тілінде, оны аударма жасап алсаңыз болады, переводить деп тұрады. Бірден регистрация жасап кіремін десеңіз, осы тұсынан регистрация жасайсыз. Ол жерге сізге толық аты жөніңізді сұрайды, email почтаңызды, және Google немесе Facebook, Microsoft'тағы учетный запись, аккаунт сұрайды паролімен. Себебі сізге сабақ барысында онлайн оқығандықтан сабақтар, видеолар жіберіп тұрады. Сабақ жалпы ағылшын тілінде оқытылады, және студенттен ағылшын тілінде сөйлей алу және жаза алу талап етіледі. Курстар, бағдарламалар мен деңгейлер, мектеппен серіктестер және бизнеске. Жалпы бұл курстардан күтілетін нәтиже сіздер үшін қандай болады? Ол ақш-тың беделді институт университеттерінің курстарын университет деңгейде сапалы жоғары білім алып шығасыз, сертификат алғанменен. Тегін курстары бар ішінде, ал үшіншісі жоғарғы табыс. Себебі бұл жердегі курстар мен бағдарламалар негізінен қазіргі сұранысқа ие креативті мамандықтар болып табылады негізінен. Массачусетс институты, Гарвард университеті, Калифорния, Техас, Бостон, Гонконг, тағы басқа университеттер. Сұранысқа ие мамандықтар, менің өзім байқағаным, бұл сайтта компьютерный наука мен управление бизнесі бойынша мамандықтарға өте сұраныс жоғары екен. Яғни оқимын деп тіркелген студенттер өте көп екен. Бұл жерде тіл бойынша наука данных, гуманитарный, наука ғылымдар жайлы инженерия бар екен. Байланысу үшін мекен жайлары барлығы толық. Барлық құқықтар қорғалған әлеуметтік желілері. Айта кету керек, бұл сайттың мобильный версиясы да бар. Яғни сіз Play Market'тен edX деп жазасыз, содан кейін өзіңізге загрузка жасап установить етіп алғаннан кейін, сол жерден де телефон, смартфоныңыз арқылы оқи алуға мүмкіндігіңіз бар. Бұл жерде курстар мен бағдарламалар бар. 2500-ден көп дейді. Менің өзім бұл курсты қарап отырғанда HTML курсы бойынша кішкене ізденіп қарадым. Қазіргі сұранысқа ие IT мамандықтың ішіне кіретін бір түрі программа профессионального дейді. Front-end
веб-разработчик жайлы көрдім. Яғни мастер болады. Владеть основополагающими языками и программированиями. Double Free C. Front-end веб-разработчик болады екенсіз. Профессиональный сертификат аласыз. Кейбір бұл жерде курстар тегін, кейбір курстар ақылы. Мына жерде для полного опыта программы, яғни толық мастер болып шығамын десеңіз, 7 ай оқисыз, есесіне $1000 төлейсіз. Бұл жерде ұтатыныңыз сіздің. Бұл курсты оқып, сертификат алып, веб-разработчик болып, мысалы, қазіргі күнде ақш-та орташа айлық осы мамандық бойынша ақш-та $105,000 екен. Яғни жалпы негізі жақсы табыс табам деген адамға үнемі креативті ойлау керек. Яғни өзгелер жасамаған жұмысты жасау керек. Бұл мамандықтарға себебі сұраныс өте жоғары. Орташа айлық ақш-та $105,000 екен. Бұл бағдарламаны мен мысалға көрсетіп жатырмын. Бұл бағдарламада оқудан алдын, сіз алдыменен бірден ақша төлеп оқып кетпей, алдын ала кішкене оқып көрсеңіз де болады. Яғни пробный варианты да бар бұл курстың. 7 ай оқисыз, ол 5 курс. Прогресс на своей скорости, яғни үлгергеніңізге қарай оқисыз, аптасына 5-7 сағат. Бұл жерде, что вы узнаете, дейді. Разработка веб-сайтов с использованием новейших веб-стандартов, как кодировать с помощью современных тегов, HTML5, рисовать и анимировать, веселую веб-графику, воспроизводить аудио и видеоэлементы. ACSS – лучшие практики для дизайна веб-страниц, основа JavaScript, чтобы помочь вам разрабатывать интерактивные веб-приложения. Понять, почему и интернационализм важны. Мен тек бір ғана курсты, бір ғана мамандықты көріп отырмын. Себебі қазіргі күнде сұранысқа ие курстардың бірі екен. Яғни попробуйте курс, прежде чем платить. Мен өзіме қызық болған бұл жерде питание, яғни тамақ бөлімі, курсы питания и питание. Бұл да өте сұранысқа ие қазіргі мамандықтар. Дұрыс тамақтану. Узнайте о привычках здорового питания и науке, лежащей в основе вашей пищи, с помощью бесплатных онлайн-курсов по питанию от Корнелла, Гарварда и других ведущих учреждений. Яғни бұл жерде биологияда, биотехнологияда, клеточная биология, ДНК, эволюция, генетика, здоровье, анатомия человека, медицина, микробиология, молекулярная биология, неврология, барлығы бар. Посмотреть все курсы. Осы жерден басып көрсеңіз болады қалағаныңызды. Ғылым, яғни кулинария, тамақ дайындау, ас мәзірі жайлы ғылым, питание, физическое упражнение и спорт, воздействие изменения климата на здоровье. Әсіресе аллергиясы бар адамдарға үйреніп алса, өзінің денсаулығын, өзінің жағдайын түсінуге көмекте ойлаймын. Макронутриенты бұл өте адамның ағзасына пайдалы нутриенттер. Болезни сердца, диабет, рак дейді. Осындай ауру барлар адамдарда осыны оқып алса, осы бағдарламаларды, курстарды өздеріне жақсы. Наука о пиве, яғни пива ғылымы да бар екен. Аутофагия, мына біздің ауыз бекітіп жүрген оразамыз, бір күндік ашығу арқылы адам ағзасын қалай өзгертуге болады, сауықтыруға болады деген тақырыпта
жапондық ғалым 2016 жыл Нобель сыйлығын алған. Яғни ораза тұтудың, ашығудың пайдасы бар екен адамға. Бірақ оны білу керек, қалай ашығу керек, және қалай тамақтану керек. Жалпы мен бұл сайтты қайдан алдым? Қайдан алғанда, негізі бұл YouTube арна менің жеке блогым, яғни өзім хоббиім десем де болады, өзім қызыққан тақырыптарды бөлісу үшін видеолар осылай түсіремін. Бұл сайтты білгенім YouTube арналардың бірінен, Кыргызка в Америке деген YouTube канал бар екен, сода осы бір видео жүр. Яғни қырғыз қызы Америкаға барған, ол жерде университетте жұмыс істеп, 2 университетті тегін аяқтаған, себебі бітірген. Себебі оларда сондай мүмкіндіктер бар екен. Егер сен жұмыс істесең, сол университетті оқыған оқу орныңда тегін бітіруге мүмкіндігің бар. Бірақ ол кейіннен жұмысын жасап жүріп университетте тастап кеткен. Себебі осы IT мамандығын 6 ай оқып, $90 мың қазір айына стабильно дейді, тұрақты түрде алып отырмын дейді. Сонымен қатар $6000 адам басына осы IT мамандығын 6 ай оқытып, қосымша ақша тауып отыр екен, табыс тауып отыр. Яғни ол деген сөз үйреніп қалған бір мамандық емес. Мысалы біздегідей IT мамандығы болса, оны 4 жыл, 5 жыл оқиды, соныменен ол бітіріп жұмыс істеймін дегенше, ол бағдарламаларды ескіріп қалады деген сияқты. Ал Америкада көптеген дамыған елдерде үнемі білімнің дамып отырғандығы үшін бір адам өмірінде 3 ретке дейін мамандығын түбегейлі өзгерте алады екен, және диплом қажет емес. Бұл жерде сізге сертификат беріледі. Жаңағы жоғарыда айтқанымыздай университеттер деңгейіндегі білім аласыз, сол сертификатпенен маман болып жұмыс жасай бересіз. Бұл жерде ең маңызды сіздің өзіңіздің үлгергеніңіз, қызығушылығыңыз, жан-жақтылығыңыз, берілген тапсырманы уақытында орындай алуыңыз. Сол YouTube каналдан көрдім осы сайтты, сондықтан бөлісуді жөн деп санадым. Егер де сіздерде қосымша пікірлер болса, комментарияға жазсаңыздар болады. Сау болыңыз.